орталықтарының барлығында бар, тек біздің облыс орталығында жоқ. Көкшетаумен бірге. Бәрі арестонмен отыр. Оны бірнеше рет айттық осы кезге дейін де. Ол жазда кондиционеріміз қосылады, арестонымыз қосылады, басқа да үйде қажетті бытовой техникалардың бәрі қосылғанда қанша жарықтың өшіп отқан содан, өрттің орын алып жатқандар арасында содан. Мынау болатын болса, ертең ол көп жеңілдік болады. Ол бұрын бұған есептелмеген линиялар ғой, бұның барлығы. Ескі үйлер неше жыл болған. Осыны біз жеткіздік мемлекет басшысына. Ол кісіге мыңдап рахмет. Қолдады. Неше жыл шешілмей кеткен дүниені. Енді біз соны сапалы жасап, елге жеткізуіміз керек осының бәрін тұрғындарға. Өте сапалы. Бұның ішінде өжіреңді тазалап кетуіміз керек. Әдемілік тұр. Одан кейін жаңа айтқанда ертең қолды болып кетпеу керек мәселе сода. Оған жауапты адам бекітіп, әсіресе қала айналысу керек. Медет сіздер ұйымдастырыңыздар. Бірге керек па жаңа айтқандай бейнебақылау камераларында қою керек. Күнделікті бұл бақылауда болу керек. Ертең бұған еге бола алмай жүрмейік.